Ассалаумағалейкум, hürmetli бұқаралар. Жаз маусымы кіріп келуіменен бұқараларымыз тарапынан пляж, бассейн һәм түрлі су хәүзлерінде шомылуға болған талап артып барады. Әлбетте, күннің ыстық уақытларында су хәүзлерінде шомылу инсанға рахат болады. Осының менен бір қатарда белгіленбеген орындарда шомылу инсан өмірі үшін қауіпті екенлігін ескертіп өтпекшіміз. Районымыздың аймағынан бір қанша дария һәм каналлар ағып өткен. Сондықтан осы каналлар һәм дарияларға шомылуды ұсыныс етпейміз. Себебі осы орындар шомылу үшін мөлшерленбеген болып, су ағымының тезлігі һәм тереңлігі, су астында қандай зат барлығы белгісізлігі менен һәмде су температурасының салқынлығы менен қауіпті есептелінеді. Hürmetli бұқаралар, әрқилы районымыз аймағында суда шөгу менен байланыслы болған ашнарлы жағдайлар ұшыраспақта. Қала берсе, балағатқа жетпеген жас балалар ертең өмірден көз жұмуы жүдә ашнарлы жағдай. Hürmetli бұқаралар, жаз маусымын жәбірсіз өткеруіңіз һәм суда шөгу менен байланысты болған келеңсіз жағдайлардың алдын алу мақсатында төмендегі келтірілген қағидаларға әмел қылуыңызды сұрап қаламын. Суда шомылуды қадаған белгілер орнатылған жерлерде шомылмаң. Перзентлеріңізді қорқыланбай тұрған каналлар, дариялар һәм басқа да су хәүзлерінде һәмде қадаған етілген жерлерде шомылуларына жол қоймаң. Спиртлі ішімлік ішіп мәз халда һәм аш қарынға кеселікке тыныштық бермей тұрған уақытлары улама шомылмаң. Тек қана құтқару қызметшілері болған жерлерде шомылуға әдетленбең. Суда жүзуді білмесеңіз, 60-90 сантиметрлі шұқыр болмаған жерлерде улама шомылуға әрекет қылмаң. Суда шөгу менен байланысты жағдайларға душ келетін болсаңыз, 101 һәм 1050 нөмірлеріне қоңырау етің. Hürmetli бұқаралар, жаз маусымын талапатсыз өткеруіңіз өз қолыңызда. Сізден итибарсыздық һәм бейпарвалыққа жол қоймауыңыз һәмде шомылу қағидаларына әмел етуіңізді сұраймыз. Диққатларыңыз үшін рахмет.